Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай кереметтей болып шығатын, түрі өте аппетитный, дәмі де өте керемет болып шығатын, дәл осындай видеодағыдай қытырлақ, дәмі тіл үйретіндей, үйіңіздегілерге 100% ұнайтындай завтрак дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен бізге осындай нан керек болады. Біз оның ортасын кесіп, яғни ойып алып, дайындап алатын боламыз. Ортасынан артылған нанымызды ұсақтап тура болатын боламыз. Бөлек ыдысымызға салып дайындап аламыз. Бұл бізге салмасына керекті болады. Және де салмасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша не қоссаңыздар да осылай ұсақтап турап дайындап алсаңыздар болады. Мен шұжық қостым, бұрыш қостым, яғни болгарский. Сосын қызанақ қостым. Бұрыш пен қызанақ қосылса өте дәмді, дәмі ерекше, әдемі болып шығады. Барлығын ұсақтап турап алған соң азырақ сыр қостым. Сыр да міндетті емес. 2 жұмыртқа саламыз, тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып дайындаймыз. Сонымен біздің салмамыз дайын. Ендігі кезекте қызып тұрған табамызға май құйып, нанымызды салып, ортасына начинкамызды салып, дайындап алатын боламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай дайындап алатын боласыздар. Осылай ішіне салмасын салып, дайындап алған соң үстін жауып 2-3 минутта пісіріп алатын боламыз. 2-3 минут тұрған соң осылай қызарып, әдемі болып шығатын болады. Аударып, тағы да 2-3 минутқа бетін жауып пісіріп алатын боламыз. Ортасы жұмсақ, шеттері қытырлақ болып шығатындай өте әдемі, дәмді болып шығады. Қалған нандарды да дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Яғни нанымызды салып, ортасына салмамызды салып, 2-3 минуттан 2 бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді завтрак шығатын болады. Үйіңіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.